Бәріңе ассалаумағалейкум. Турникке тартылғысы келетін жандарға бұл видео таптырмас құрал болып табылады. Бүгін мен сендерге 3 түрлі жаттығу көрсетем. Ол үшеуі де өте қарапайым. Бір айдың ішінде осыларды жасайтын болсаңыздар, турникті 0-ден 10-ға дейін көтеріп ала аласыздар. Ендеше бірінші жаттығуда көрсетейін. Бірінші жаттығу барлығымызға белгілі турникте ілініп тұру. Турникке тартылатын адамның қуаты мықты болу керек. Сол үшін максимум бір подходта қанша уақыт тұрасыздар, дәл солай 3 подход жасайсыздар. Көрсетем. Турникке асылдың, сілкінбейсің, дөп түзеу тұрасың. И все. Қолың қашан талады, жерге түсесің, демалдырасың 2 минуттан кейін қайтадан. Осылай 3 подход немесе қолыңның күші жететін болса 5 подход жасасаң, бір апта көлемінде қуатты мықты дамытып алуға болады. Достар, бірінші жаттығуды бір аптаның көлемінде қайталасаңыздар, күнделікті қайталасаңыздар, күніне 3 пен 5 подход аралығында сіздерге екінші аптада турник керек болады. Оған бойларыңыз міндетті түрде аяғыңыз жерге тиетіндей төменірек болу керек. Қане, екінші жаттығу көрсетейін. Өзіңнің қолың жететін, аяғың жететін турникті тауып аласың. И сен турникке аяғыңның көмегімен секіріп ілініп, мойныңды асырып турниктен жаймен деп түсетін боласың. Жерге максимальный жай. Көрсетем. Аяқпен секіресің. Босатып, қолың талғанша жібермей түсуің керек. Жерге түстің, қайтадан хоп. Бұл жаттығуды 8-12-ге жеткізем дегенше сол аралықта қайталам санымен жасайсыздар. Соңғы 8 пен 12-нің аралығында сенде мынандай көрініс болады. Сен секіресің, секіргеннен кейін қолың бірден түседі. Қараң. Секірдің, күш қалмады. Осы бір подходқа жасап 8 пен 12 повторениенің арасы. Қолыңды 2-3 минут демалдырасың, қайтадан тағы бір подход, тағы 2-3 минут демалдырасың, тағы 3-ші подход. Осы тренировканы екінші аптада міндетті түрде күніне қайталар. Достар, бірінші аптада сендер қолдарыңның қуатын жақсы деңгейге көтеріп алдыңдар. Екінші аптада негативный фаза арқылы сендер турникке тартылуды үйрендіңдер. Үшінші аптада сендерге міндетті түрде достарың керек болады. Ол үшін маған Айсер деген досым көмектесетін бар. Бұл жаттығуды қалай жүзеге асырылады? Мен турникке ілінем, ол менің белімнен сәл күш арқылы маған көмек береді. Мен сол арқылы алғашқы повторениелерімді жасайтын боламын. Көрсетейін. Турникке ілінем. Белден жоғары қарай хоп. Көтер көмектесін. Хоп. Все. Бұл сендердің алғашқы повторениелерің турникте. Сендерді құттықтаймын бұл жеңістеріңмен. И сендерге бұдан кейін бұл жаттығуды 3 пен 5-дің аралығында подход жасайсыңдар. Ал әр подходта 5 пен 8 повторениенің арасында жасасаңдар жеткілікті. Достар, мен сендерге бүгін 3 түрлі жаттығу көрсеткен болатынмын. Және де осы 3 түрлі жаттығуды дәл мен айтқандағыдай қайталайтын болсаңдар, сендердің бір айдың ішінде сендердің 0-ден 12-ге дейін тартылатындарыңа мен кепілдік бере аламын. Так, бүгінгі видео өз мәресіне жетті. Міндетті түрде қайталаңдар, достарыңмен бөлісіңдер, лайк басыңдар, комментарияда келесі қандай тақырыпта видео жүргізу керек, қандай тақырыпта видео қалайсыңдар, соны міндетті түрде жаза кетіңдер. Достар, мен дәл қазір өзімнің қанша рет тартылатынымды көрсететін боламын. Сол видеоның соңында осыны көріңдер, және де өздеріңе мотивация алыңдар. Давайте сәттілік.